Баршаңызға сәлем, сіздермен береке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің бауырсақ жасау рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қаймағымызды немесе айранымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Оны да тағы араластырамыз. Және де дрожжымызды салатын боламыз. Яғни біз мұнда қазір апара жасаймыз. Яғни біздің бауырсағымыз үлпілдеп тұру үшін бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Мінекей 15 минуттан кейін осылай бізде дрожж көпіріп шығады. Енді бір араластырып жіберіп, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, бірінші қасықпен, одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз қатты болып кетпеу керек. Сондықтан жұмсақ етіп илеуге тырысыңыздар. Енді иленген қамырымыздың бетін осылай сұйық маймен қолымызбен майлап, бетін жауып 1 сағатқа қоятын боламыз. Міне менде 1 сағатта осылай көтеріліп шығады. Өте жақсы көтерілді. Енді ары қарай бауырсағымызды жаюға кірісетін боламыз. Ең алдымен қамырымызды біріктіріп аламыз. Және де мен 4 бөлікке бөліп алдым. Менде 4 тола қамыр шықты. Барлығын дөңгелетіп алып, шетінен жайып бастаймыз. Егер сіздерге одан көп бауырсақ керек болатын болса, описаниедағы құрамын 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді шетінен бастап жаямыз. Бізде бауырсақтар қатты жұқа болып кетпеу керек, және де қатты қалың болып кетпеу керек, орташа қалыңдықта болу керек. Сонда біздің бауырсақтарымыз шар тәрізді үріліп, өте әдемі болып шығатын болады. Бізге осы қалыңдық жеткілікті болады. Ары қарай мен осындай формамен кесіп алдым. Мен біразын осылай дөңгелек формамен, біразын 4 бұрышты формамен пісіретін боламын. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді бауырсақтарымыздың бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салатын боламыз. Бауырсақтардың қатты қызарып кетпеуін қадағалаңыздар, себебі бауырсақ золотистый болып шықса өте әдемі көрінеді. Енді кішкене қызара бастағанда екінші бетіне аударып пісіріп алатын боламыз. Маған осылай алтын түстес болып шыққан ұнайды. Өте әдемі көрінетін болады. Енді осы бауырсақтарымызды сүзіп аламыз. Мінекей біздің осындай бауырсақтарымыз өте әдемі болып шығады. Дәл менің рецептімен жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Сіздермен болған мен береке. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.